Баршаңызға сәлем, құрметті менің достарым. Сіздер білесіздер ме, 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні. Ал ескерткіш бұл ата-баба мұрасы мен таңбалы тасқа қашалып жазылған ел тарихы. Туған жеріміздің тарихы мен мәдениетін танып білу, белгілі қайраткерлерді құрметтеп қана қоймай, олардың есімдерін кейінгі ұрпаққа дәріптеп насихаттау біздің парызымыз. Осыған орай сіздерді биыл 330 жылдық мерейтойы аталып өтілетін облыс орталығы Ақтөбе қаласында орналасқан кіші жүз ханы қолбасшы Әбілқайыр хан ескерткішімен таныстыруды жөн көрдім. Назарларыңызды толығымен қоладан құйылған, тұғыры гранитпен қапталған Әбілқайыр ханның еңселі ескерткіші. Тұғыры биік бұл ескерткіш 2000 жылы Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы облыс әкімдігі ғимаратының алдында бой көтерді. Атаңызға айналған қолбасшы мен дипломат 1718 жылы кіші жүздің ханы болып сайланған Әбілқайыр ханның құрметіне орнатылған. Балдәурен балалық шағынан бастап қазақ хандары мен сұлтандары жасаған соғыс жорықтар мен шабуылдарына белсене қатысқан. Жас болса да өзінің көзсіз батырлығымен, әскери шеберлігімен және ұйымдастырушылық қабілетімен танылған ханға жасалған ескерткіштің авторы, суретші әрі мүсінші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ескен Аманжолұлы Сіргебаев. Ал сәулетшілері Болат Егінбаев пен Несіпбек Қожағұлов. Аталған жоба авторларының идеясы бойынша атаңызға айналған қолбасшы қазақ халқының тағдыры шешіліп, жоңғарларға қарсы ұлы шайқас күтілген кезіндегі өмір кезеңінде бейнеленген. Әбілқайырдың көтерілген қолы бірлік пен жеңіске шақырып тұрғанын айшықтап, ал аты болса еркіндікке ұмтылуды білдіріп тұр. Ескерткіш тұрған жердің өзі бүгінде Алтын бесік Ақтөбе қаласының келетін құрметті қонақтары мен тұрғындарының серуенге шығатын, демалатын көрікті орнына айналды. Ал қазір мен Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қазақ хандығы деп аталатын тақырыптық экспозициялық залындамын. Бұл залда Әбілқайырға арналған Әбілқайыр қолбасшы хан саясаткер атты экспозиция бар. Онда автор Андраш Биро болып табылатын Әбілқайыр ханның бас сүйегінің негізіндегі реконструкциясы, ханның мөрінің көшірмесі, ағылшындық саяхатшы Джон Кеслдің 1736 жылы кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапары туралы еңбегі, Әбілқайыр хан ескерткішінің суреті және ханның атымен байланысты киелі тарихтан орын алатын суреттер бар. Сонымен қатар назарларыңызды Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы тізімінің енген Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданында орналасқан 2015 жылы салынған Хан моласы атты мемориалдық кешенінің макеті. Әбілқайыр ханға арналған экскурсиямызды қорытындылай келе, тарихи ескерткіштерімізді қадірлеп қастерлеуге, рухани және материалды құндылықтарымызды қорғап, мәдени мұраларымызды сақтауға шақырамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.